Кіріспе. Дәуірге сипаттама, даму ерекшеліктері, орта ғасырлар кезеңдері, түрік қағанатының құрылуы, түркеш қағанаты. Құрметті балалар, естеріңізде болсын, өз халқыңның тарихына деген құштарлық, рухани қараңғылықтан сақтануға, отан, туған жерге деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімінің беки түсуіне, өткен тарихты ой елегінен өткізіп, болашақты болжауға, алдағы лайықты өмір жолдарын таңдап алуға мүмкіндік береді. Ежелгі жерді мекендеп отырған халықты танудың бір шарты балалар батыс пен шығыс өркениеттерін тоғыстырып, дала өркениетінің кіндігі болған Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихын оқып үйрену болып табылады. Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихы 6-17 ғасырдың аяғына дейінгі уақытты қамтиды. Сонымен Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихын 3 тарихи кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші, Қазақстан тарихының ерте, орта ғасырлық кезеңі 6-9 ғасырлар. Екінші, Қазақстанның дамыған орта ғасырлық кезеңі 10-14 ғасырлар. Үшінші, біртұтас қазақ мемлекеттігінің құрылу кезеңі 15-17 ғасырлар. Бірінші кезең тұңғыш түрік мемлекеті, түрік қағанатының құрылуы мен дамуы, гүлденуі мен күйреуі сияқты оқиғалардан бастау алады. Осы кезде батыс түрік, түркеш, қарлұқ, оғыз, қимақ қағанаттары өмір сүрді. Осы мемлекеттер тұсында Ұлы Жібек жолының басты тармақтары Қазақстан аумағын басып өтіп, қала мәдениеті өркендейді. Екінші кезең жаңа даму сатысына көтерілген Қарақан, Қыпшақ мемлекеттерінің тарихымен ұласады. Олар Қытай, Византия, Иран және орыс князьдіктерімен байланысын күшейтті. Осы кезеңде есімдері әлемге әйгілі болған Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмуд Қашқари, Әбу Райхан әл-Бируни, Қожа Ахмет Яссауи өмір сүрді. Осындай жағдайда 13 ғасырдың басында Моңғол шапқыншылығы басталды. Жергілікті халық алапат ауыр қырғынға ұшырады. Қалалары қирап, мәдениет құлдырау кезеңін бастан өткерді. Үшінші кезең қазақ хандығының құрылуында шешуші кезең болды. Бұл кезеңде Қазақстан тұрғындары қазақ халқы деген атаумен аталды. Бұл кезең қазақ хандығының құрылуы, нығаюы, құлдырауы және қайта өрлеу кезеңдері туралы мағлұматтар береді. Сонымен Қазақстанның орта ғасыр тарихының бірінші кезеңіне тоқталайық. Шығыс Азияда 4 ғасырдың ортасында көшпелі дала хандығы Жужан мемлекеті құрылды. Жужандар Халқа мен Хинғанға дейінгі жерлерді қоныстанып, хан ордасы Ханғайда орналасты. Жужандар моңғол тілінің бір диалектісі Сянби тілінде сөйлеген. Олар Ордос өзенінен батысқа қарайғы далаларда көшіп жүрген теле тайпаларын бағындырған. Ал телелер 4 ғасыр соңында Жоңғарияны мекендеген еді. Телелердің негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Олар биік дөңгелек арбалармен көшіп жүрген жауынгер тайпалар еді. 6 ғасырдың ортасынан 7 ғасырдың ортасына дейін орталық және ішкі Азияда үстем тайпа, турк тайпалары болды. 6 ғасырдың 80 жылдары Суй әулетінің қол астына біріккен Қытай күшейіп, империяның әскери-экономикалық өрлеуі басталды. Бұл түріктердің өзара ішкі тартыстарының күшеюімен 582-583 жылдардағы жұтпен сәйкес келді. Осы жылдары басталған әлеуметтік саяси дағдарыс 603 жылы қағанаттың батыс және шығыс болып екіге бөлінуімен аяқталды. Батыс түрік қағанаты орта ғасырлық деректерде 10 тайпа елі, 10 оқ будун ретінде мәлім. 704 жылы түркөш тайпасының көсемі үшелік батыс түрік қағанатын қалпына келтіріп, түркөш мемлекетінің негізін қалады. Түркөш қағанаты сол қанатындағы Дулу тайпалық бірлестігінің ішіндегі 4-ші тайпа. Қағанаттың негізгі жер аумағы Жетісу болды.
орталығы Шу аңғарындағы Суяб қаласы болып танылды.